прокуратура ол айыптаушы орган, қаралаушы орган. Жасыратын еш нәрсе жоқ, бюрократизм көп. Мемлекет басшысының, мемлекеттік органдардың ішінде осы прокуратураға артқан үлкен сенімі. 2,9 триллион теңгеге 172 инвестициялық жоба жүзеге асып жатыр. Біздің кәсіпкерлер көбінесе қандай қателік жібереді? Кәсіпкерлерден түрлі шағымдар түседі, рас ол наразы туындайды кәсіпкерлерде. 5,000-ға жуық кәсіпкердің құқығы қорғалды осы 6 айдың көлемінде. Өкінішке орай кәсіпкерлер де соған қарай бейімделу керек. Жас кәсіпкерлерге айтатын былайша дәл қазіргі заманда таныстық керек емес. Ассалаумағалейкум қадірменді көрермендер. Бүгін біздің ең бірінші подкастымыз, және де бұл подкастта біз маңызды мәселе ол кәсіпкерлікті талқылайын деп жатырмыз. Кәсіпкерлердің қандай құқықтары бар, елімізге қандай инвестициялар келіп жатыр, мемлекет қандай қолдау көрсетіп жатыр. Осы мәселелердің барлығын талқылау үшін студиямызға Қызылорда облысының прокурорының бірінші орынбасары Нұрболат Серікұлы және де Атамекен кәсіпкерлер палатасының облыс филиалының директоры Ділмұхамед Абызов мырзаларды шақырдық. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Олай болса бастайық. Ең бірінші сұрақ. Нұрболат Серікұлы, бірінші халықтың ортасында қалыптасып кеткен стереотиптен бастасақ. Прокуратура ол деген қадағалайтын орган. Егерде ояққа қарай шағымдансақ, өзімізден бет аулақ деп әр жүреді. Енді қазіргі сәтте кәсіпкерлермен серіктестік болып жатқанда қандай, прокуратураның рөлі қандай және қандай өзгерістер бар? Расында бұрын соңғы енді жалпы кәсіпкерлер арасында емес, жұртшылық арасында да ондай пікір қалыптасқан болатын. Прокуратура ол айыптаушы орган, қаралаушы орган деген, бірақ бүгінгі таңда ол стереотип толықтай өзгерген. Қазіргі уақытта прокуратура бұл кәсіпкерлердің негізі қорғаушы, қадағалаушы қалқаны болып тұр. Олай дейтін себебіміз, өйткені мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес инвесторларды құқықтарын қорғау мәселесі прокуратура органдарының қазіргі уақытта басымды бағыттарының бірі болып отыр. Яғни жаңа айтып өттім, негізгі қорғаушы, қадағалаушы қалқан болып отырмыз. Сондықтан ол стереотип жоқ қазіргі уақытта. Толығымен серіктестік жасап, кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау, ол жұмыстар атқарылып жатыр сонда? Әрине, кәсіпкерлермен, оның ішінде инвесторлармен тығыз қарым-қатынастамыз. Әрбір жобалар бойынша жауапты прокурорлар да белгіленген. Ол жауапты прокурорлар сол жобаны іске асыру кезеңінен бастап, іске қосқаннан кейін де сүйемелдеу жұмыстарын жүргізеді. Алып жатқан өніміне дейін, ертең іске қосқаннан кейін оның белгіленген межеге жетуіне дейін, ол жобаның іске қосқаннан кейін де соңына дейін біздің өзіміздің бақылауымызда болады. Мемлекет басшысы бірнеше рет бизнеске заңсыз қысым жасамаңдар деп айтып өтті өзінің обращенияларында. Қарапайым кәсіпкерлер үшін бұл өзгерістер қалай сезіліп жатыр? Өткен жылы 2025 жылдың 17 желтоқсанында мемлекет басшысының жарлығымен бас прокуратура жанында инвесторлардың құқықтарын қорғау комитеті құрылды. Бұл комитеттің негізгі міндеті бұл инвесторлардың құқықтарын қорғау, инвестициялық қызмет саласында жоғары қадағалауды жүзеге асыру және осы инвесторлардың қатысуымен орын алатын дауларды сотқа дейін реттеу. Бұл деген мемлекет басшысының прокуратура органдарына артқан үлкен жауапкершілігі және үлкен сенімі. Осы тұрғыда бас прокурорымыз, еліміздің бас прокуроры инвестициялық омбудсмен болып белгіленді. Ал жергілікті жерлерде, жергілікті жерлерде облыс прокурорлары инвестициялық прокурор болып белгіленді. Яғни, айтып өттім, өңірде жүзеге асырылатын әрбір жоба бойынша прокурорлар бекітілген. Мұның өзі осы мемлекет басшысының, мемлекеттік органдардың ішінде осы прокуратураға артқан үлкен сенімі. Қызылорда облысына үлкен инвесторлар келіп жатыр. Біз оны өзіміз көріп жатырмыз. Қазір деген мысалы аэропорттарымыз салынды, қаншама нысандар салынды. Бірақ енді бұл инвесторлар тек ақша ғана емес, біздің жұмыс орындар, әлеуметтік жағдайымыздың деңгейлері жоғарылауы, осының барлығы жақсы. Біздің облыс инвесторларға қаншалықты тартымды болып келеді, Қызылорда облысы? Шыны керек, біраз инвестициялық жобалар жүзеге асып жатыр. Қазіргі күннің өзінде 2,9 триллион теңгеге 172 инвестициялық жоба жүзеге асып жатыр. Оның ішінде 14-і шетелдік компаниялар бар.
жаңағы шыны керек айтып өту керек, сол кездегі аймақ басшысы Нұрлыбек Машбекұлы әлемдік деңгейдегі инвесторлардың өзін тартты. Оның өзіне мысал келтіретін болсақ, жаңағы Роко групп, испандық Роко групп, ол әлемде танымал компаниялардың бірі. Одан бөлек Harvest компаниялары, Роко групптың өзі 44 миллиард теңге құрайтын жобаны жүзеге асырып жатса, жаңа сантехникалық құрал жабдықтарды өндіретін компания, ол негізі бүкіл әлемде әйгілі компаниялардың бірі. Ол жоба жүзеге асатын болса, біздің Сыр өңірінде 500 мыңнан астам құрал жабдықтарын шығаратын болады Қызылордада. Одан бөлек 300-ге жуық жұмыс орын тартылатын болады. Біздің осы Сыр өңірінен Қызылордадан шыққан өнімдердің барлығы, осы компаниямен бірге шыққан өнімдердің бары Орта Азия елдеріне тарайтын болады. Оның өзі үлкен жетістік, үлкен, мен ойлаймын, ол жаңа айтып өттім, сол кездегі аймақ басшының табанды еңбегінің нәтижесінде келген. Одан бөлек мына жаңа Harvest Group деп айтып жатырмын, ол Harvest'ті үлкен компаниялардың бірі, жүгері егумен айналысады. Бүгінгі таңда жоба уже жүзеге асып жатыр. Осындай компаниялар шетелдік компаниялардың барлығына сүйемелдеу жұмыстар жүргізіледі. Оның әрқайсысы бойынша бүгінгі таңда бізбен паспорттар жасалды. Ол паспортта жүзеге асыру үшін қандай рұқсат қағаздары керек. Шыны керек, бізде енді мемлекет басшысының бұл комитет жаңа айтып өткен инвесторлардың құқықтарын қорғау комитетінің оның бірден бір себебі бізде енді жасыратын ешнәрсе жоқ, бюрократизм көп, әкімшілік кедергілер көп. Бір жалпы бұл инвестицияны тартудың негізгі мақсаты не? Осы өңірімізде инвесторлар үшін, шетелдіктер болсын, мейлі өзіміздің жергілікті инвесторлар ақшасын құятын болса, ертең мен сол жобаны жүзеге асыру үшін қандай да бір кедергіге тап болмайын ба? Мен мысалы ақшамды салып, ертең соның бір қандай да бір зарға болмай ма деген кез келген адамда ондай ой пікір қалыптасады. Міне сол үшін де инвесторлардың құқықтарын қорғау комитетінің де құрылып отқан негізгі мақсаты сол. Біріншіден әкімшілік кедергілерді азайту болды ма? Екіншіден инвестициялық жағдай қолайлы жасау оларға, заңсыз тексерулерді болдырмау, негізсіз сотқа талап арыздарды бергізбеу. Одан бөлек мынау түрлі шектеу шаралары бар. Сол шаралардың, шектеу шараларының барлығы негізсіз қолданбау үшін жасалып отқан нәрсе. Оның барлығы да жаңа айттым, мемлекет басшысының жарлығымен осы инвесторлардың құқықтарын қорғау комитеті құрылған кезде ережесі барлығы белгіленді, бекітілді. Бұл шараның барлығы кез келген осы инвесторларға қолданатын шаралардың барлығы, мен жаңа айтқан, тексеру болсын, сотқа талап арыз беру болсын, қандай да бір шектеу шаралар болсын, оның барлығы прокурормен келісіледі. Прокурормен келісілгеннен кейін ғана жүзеге асырылады. Егер де ол жауапты прокуратура органдарымен келісілмеген болса, онда оның барлығы заңсыз болып есептеледі. Енді жергілікті кәсіпкерлерге келетін болса, олар енді барлық заңдарды біле бермейді. Сіздің мол прокурорлық тәжірибеңізде біздің кәсіпкерлер көбінесе қандай қателік жібереді? Қандай жағдайлар болады? Енді кәсіпкерлердің бізде өзі прокуратура органдарында топтар құрылған, әрбір қала ауданда бар, облыста бар, топтар бар. Сол топтарға мобильді сигналдар түседі кәсіпкерлер тарапынан. Кәсіпкерлерден түрлі шағымдар түседі, рас ол жаңағы жергілікті мемлекеттік органдар тарапынан, қадағалаушы, бақылаушы органдар тарапынан наразы туындайды кәсіпкерлерде. Әрине шағымдар түседі бізге, сондай бір бізде осы ағымдағы жылдың өзінде 41 сигналдар түсті. Оның 41 сигналдың ішінде 33 сигнал өз дәлелін тапты. Оның ішінде не, мысалы, жергілікті қор органдарының, мысалы, немесе бақылаушы органдардың тарапынан тексерулер заңсыз жүргізіліп жатыр, немесе бізді негізсіз әкімшілік жауапкершілікке тартып жатыр деген сигналдар түседі. Оның біз дереу 24 сағат ішінде тексеру жүргізеді. Сигналға түскеннен кейін тексеру жүргізіп, оның барлығы жан-жақты зерделенеді. Жаңа айтып отқан 41 сигналдың басым бөлігі бізде мемлекеттік сатып алу мәселелеріне байланысты болады. Белгіленген шартта көзделген мерзімде ақша аударылмайды, немесе жұмыстар қабылданбайды деген секілді. Немесе кәсіпкерлік мақсатта берілген жер учаскелеріне байланысты сұрақтар туындайды. Олардың барлығы бойынша кезек күттірмейтін тәртіпте шаралар қолданып жатыр. Енді айта кету керек, енді біз негізгі мәселе қозғалғанымыз
инвесторлар ғой, олар да кәсіпкерлер ғой, оның ішінде енді ірі кәсіпкерлік субъектілері оның басым бөлігі. Осы инвесторларды да жаңа мен айттым, тексерулердің өзі ол бізбен прокуратура органдарымен келісілгеннен кейін ғана тексеріледі деп. Енді біз комитет жөнінде, жалпы бұл өзгерістер жөнінде барлық мемлекеттік органдарға, тек қана Қызылорда емес, республика көлемінде түсіндірме жұмыстарын барлығы жүргізілді. Бақылаушы, қадағалаушы органдарға біздегі өңіріміздегі инвестициялық пулға енгізілгендері бар. Жаңа айттым ғой, бізде 172 жоба бар деп. Осы 2,9 триллион теңгеге, оның ішінде 89-ы өңірлік ұлттық пулға енгізілген, 83-і өңірлік пулға енгізілген. Оның ішінде пулға енгізу себебі енді ұлттық пул дегеніміз ол жоба егер 500 миллион теңгеден асатын болса, ал өңірлік пулдар ол 500 миллион теңгеге дейінгі жобалар. Осы жобалардың барлығы бойынша да біз әрбір жоба бойынша күнделікті бекітілген прокурор сол жобаның жүзеге асып жатқан кәсіпкерлермен байланыста 24/7 десек те болады. Көп жағдайларда сұрақтар туындайды, бізге жүгінген кезде біз дереу арада шешім қабылдаймыз. Мысалы, жаңа айтып өткен Рока групптың өзі де үлкен инвестициялық жоба, үлкен инвестор. Жер мәселесіне байланысты сұрақтар туындады. Облыс әкімдігімен бірлесіп, дереу арада біз ықпалдасып жер мәселесін шешіп бердік. Дәл сол сияқты Харвестта да сондай мәселелер туындады. Оның барлығын кезек күттірмейтін тәртіпте шешім қабылдап жатырмыз. Енді өкінішке орай бізде бақылаушы, қадағалаушы органдармен де кей кездерде кемшіліктер кетеді. Оны атап өтуіміз керек. Шын бізге 101, жаңа айттым ғой, келісімге түседі. Бізге осы ағымдағы жылдың өзінде, осы 6 айда 101 осындай органдардың шешімдері түсті. Оның ішінде 32-сі тексеру жүргізу туралы, жаңа айттым ғой, тексеру жүргізетін болса да, инвесторларға қатысты тексеру жүргізетін болса да, ол бізбен келісіледі. Талап арыз беру және әкімшілік жауапкершілікке тарту түріндегі келісімдер келіп түсті. Общий барлығы осы ағымдағы жылдың өзінде қателеспесем 101 шешім түсті. Оның ішінде біз бас тартқандарымыз да бар. Мысалы, екі кәсіпкерге, екі инвесторға қатысты сотқа талап арыз берілді. Біз арқылы бізге түсті, зерделедік, негізсіз болды. Негізсіз болғаннан кейін біз оны бас тарттық. Дәл сол сияқты тексерулер. Жаңа айттым, 32 тексерулер болды. Ол 32 тексерудің ішінде, түскен 32 тексерудің ішінде 6-ын бас тарттық. Өйткені негізсіз тексерулер болды. Дәл сол сияқты әкімшілік жауапкершілікке тарту барысында да бізге түсірді келісімге. Оның өзінің мерзімдері бар. Тексеру мәселесі 3 тәулікте, әкімшілік жауапкершілікке тарту, сотқа талап арыз беру мәселелері ол бір күнде біздің жауапты бекітілген прокурорларымыз қарайды, зерделейді. Сондай заңсыздықтар орын алған кезде біз міндетті түрде олардың барлығына шара қолданамыз. Сол органға негізсіз жауапкершілікке тартуға бастама көтерген үшін, немесе негізсіз тексеруге бастама көтерген үшін біз оның жауапкершілігін міндетті түрде қараймыз. Енді өзіміздің инвесторлардан бөлек жаңа өзіңіз айттыңыз, кәсіпкерлерге қатысты көп жағдайда осы мәселелердің барлығын зерделедік, айттық, түсіндірдік, құқықтық түсіндірме жұмыстарында жүргіздік, барлық мемлекеттік органдар назарларына жеткіздік. Инвесторларды тексеру мәселесінің өзінің тәртібі бар екен. Өкінішке орай бізде Жаңақорған ауданында мемлекеттік кірістер органымен Жаңақорған Шебин деген серіктестік бар, инвесторымыз өзіміздің. Сол инвесторды негізсіз тексерген, ол тексерудің әкімшілік жауапкершілікке тартқан. Оның барлығын біз прокурорлық ықпал ету шарасын қолдандық. Біздің біріншіден біздің келісімсіз тексеруге әкімшілік жауапкершілікке тартқан, оның қаулыларының барлығын бұздық. Қаулыларын бұзғаннан кейін прокурорлық ықпал ету шараларын қолданылған. Сол мемлекеттік кірістер органының жауапты адамын өзінің әкімшілік жауапкершілікке тартып. Өйткені бізде әкімшілік бұзушылық туралы кодекстің 173 бабында жауапкершілік көзделген кәсіпкердің қызметіне кедергі келтіру. Осы дерек бойынша біз 5 хаттама толтырылып, жауапты қызметкерлеріне қатысты әкімшілік бұзушылық туралы кодекстің 173 бабымен айыппұл салынды оларға. Енді бұндай деректер жетеді, осындай ұқсас жағдай Арал ауданында да орын алған, осы мемлекеттік кірістер органымен жалпы кез келген тексеру
кез келген сұрау салулардың барлығы кәсіпкерлерге қатысты болсын, мейлі инвесторларға қатысты болсын, өзінің реттелген тәртібі бар оның. Бұл тәртіп сақталмаса, жаңа айттым, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте жауапкершілік көзделген, тіпті қылмыстық кодексте де жауапкершілік көзделген. Мемлекеттік органның жауапты тұлғаларына қатысты міндетті түрде шешім қабылданатын болады. Түсінікті. Енді сұрайын дегенім, бізде енді ірі инвесторлар деп айтып жатсыздар, одан бөлек Қызылорда қаншама ірі емес өзіміз сияқты кәсіпкерлер бар, магазиндер, дүкендер, киім сататындар бар. Оларға прокуратураға деген енді сұрақтар туындайды да, бір қабылдау кабинет па, немесе горячая линия деген бөлек телефондарыңыз, телефон доверия деген сияқты кеңес алатын, консультация алатын, ондай қарастырылған ба біздің Қызылорданың прокуратурасында? Бізде қарастырылған. Ол жаңа айттым, бүкіл ар жағы Жаңақорған, бер жағы Арал ауданы, бүкіл ауданда мобильді топтар жұмыс жасайды. Ол сол жерде біздің өзіміздің ақпараттық жүйелерде де бар, ақпараттық әлеуметтік желілерде де бар, прокуратураның жауапты қызметкерлерінің байланыстары бар. Міндетті түрде ол жерге сигнал, хабарлама түскеннен кейін немесе қандай да бір құқықтық кеңестер алатын болса да оған жүгіне алады. Кәсіпкерлерге 24-те 7 қызмет көрсетеді. Біздің жауапты қызметкерлеріміз құқықтық көмектерін береді. Ол міндетті түрде, ол өйткені біздің өзіміз әрбір ауданда қандай сигналдар түсті, қандай шағымдар бар, қандай мәселемен жүгінді, оның барлығымыз өзіміз талдап отырамыз. Кез келген кәсіпкер өзінің егер қатысты көкейкесті мәселелері болатын болса, біздің тікелей Қызылорда облысының прокуратурасына да жүгіне алады. Оның байланыс құралдарының барлығы біздің өзіміздің әлеуметтік желілерде болсын, біздің ақпараттық жүйелерімізде болсын, барлығында бар. Осы сәтте қазір біз экранға барлық прокуратураның ақпаратын шығарып қоямыз. Егер де номер телефондары болса, әлеуметтік желідегі парақшалар барлығы экранда. Егер де кәсіпкерлер сіздерде прокуратураға сұрақтарыңыз болса, соған хабарлассаңыздар болады. Прокуратураның араласуымен кәсіпкерлердің құқығы қорғалған нақты жағдайлар бар ма? Сондай бір-екі мысал келтіріп берсеңіз. Прокуратураның араласуымен жаңа айттым, кез келген сигналдың өзі де біздің мобильді топқа түскен сигнал болсын, жеке қабылдауға келген кәсіпкерлер болады, немесе осындай кездесулеріміз бар. Біз жаңа айттық қой, біз Атамекен палатасымен бірге айына бір рет кездесулер өткіземіз. Сол кездесулерде де кәсіпкерлер келеді, өңіріміздің кәсіпкерлері өздерінің шағымдарын жеткізеді. Ол міндетті түрде қаралып, міндетті түрде келесі отырыста Атамекенмен жиындарымызда міндетті түрде оларға есеп беріледі. Есеп берілгенде біз арнайы шақырамыз оларды. Шақырып айтамыз, сіз өткен отырыста осындай мәселе көтергенсіз. Қазір міне осындай жағдай қолданылды, прокурорлық ықпал ету шарасы қолданылды, немесе заң талабын түсіндіріп береміз. Бізде енді ондай кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау деректері жеткілікті. Жаңа тек инвесторлардың өзімен де жаңа айтып отырмын, жер мәселелері бойынша туындады. Жаңа Harvest Group болсын, мейлі Рокко болсын, мейлі басқа да өзіміздің өңірлік инвесторларымыз болсын. Мысалы, санитарлық эпидемиологиялық қадағалау департаменті біздің кәсіпкерді негізсіз әкімшілік жауапкершілікке тартуға шара қолданбақшы болды. Ол шағымданды бізге, ол кәсіпкердің шағымын дереу арада қарадық, расымен қуатталды. Сөйтіп біздің прокурорлық ықпал ету шарасы қолданылғаннан кейін, былайша айтқан кезде оның айтқан уәжінің барлығы расталып, департаменттің жаңағы алдын алдық, негізсіз әкімшілік жауапкершілікке тартуын алдын алдық. Дәл сол сияқты басқа да мысалдар жетеді. Қызылорда тазалығы мекемесінен шарттың төңірегінде ақшасын аламаған жағдайлар болды. Бір кәсіпкердің ол жерде де прокуратураның араласуымен шарттың төңірегіндегі шартпен көзделген сомма прокуратураның араласуынан кейін өндірілді. Ондай деректер жеткілікті. Жалпы негізі 5000-ға жуық кәсіпкердің құқығы қорғалды. Осы 6 айдың көлемінде 5000-ға жуық кәсіпкердің құқығы қорғалды. Оның ішінде жаңа айттым, әкімшілік жауапкершілікке тарту мәселелері бар. Шарттың мемлекеттік сатып алу шарттарының төңірегінде ақшаларының уақытылы аударылмауы, жер заңнамаларына байланысты бар, тариф мәселелеріне бар. Енді көптеген сала көп, бағыт көп. Сол тұрғыда әр саласынан, әр бағытынан кәсіпкердің кез келген, ол жерде біз
жаңағы бағытын кәсіпкерге айтпаймыз, сіз мына бағыт бойынша ғана арыздана аласыз деп. Кез келген мәселесі бойынша жүгінеді. Сондықтан біз ол жерде бағыты көп, әр бағыты бойынша түбегейлі қарап заң шешім қабылдап отырмыз бәрі бойынша. Демек, енді сізге сұрақ. Сіз қазір Атамекенде болғасын, директоры болғасын, Қызылорданың кәсіпкерлерімен әрдайым байланыстасыз. Қызылордада қазіргі таңда кәсіпкерліктің, бизнестің көңіл күйі қалай? Өйткені өзіңіз білесіз, енді салықтың да мәселесі бар. Әлеуметтік желілерде де қарап отырсаң, бір негативті айтып отырады. Бизнестің көңіл күйі онша емес деген сияқты. Енді сіз дәл қасында жүргесін, ортасында жүргесін. Сіздің пікіріңіз қандай? Бұл тенденция қазір бизнес жүргізу тәртібі өзгеріп жатыр. Мына өзі бірінші кезекте мына үлкен масс маркеттер кіріп жатыр дейміз, бөлшек саудада, одан бөлек мына жасанды интеллект, маркетинг, барлық салада өзгеріп жатыр. Өкінішке орай кәсіпкерлер де соған қарай бейімделу керек. Мысалы бұрынғыдай тек дүкеннен барып сатып алатындар қазір телефонмен де тапсырыс беріп үйінен алып жатыр. Дәл өндірушіден алып келіп жатыр. Соған байланысты сол мәселе деп ойлаймын негізінде. Қазіргі жағдайда енді кәсіпкерлер жаңа форматқа көшу керек, өзін орын табу үшін. Өйткені бизнесті жүргізу тәртібі өзгерді. Салық реформа жөнінде де енді неше түрлі сын пікірлер де айтылып жатыр ғой. Бірақ енді кәсіпкер болғасын енді амал жоқ, бейімделу керекпіз. Әрине, толық мысалы барлық салық реформада идеально деп айтпаймыз. Бірақ енді дәл қазіргі талаптарға сай біз соған қарай бейімделу керекпіз. Кәсіпкер сол кәсіпкерлігін таныту керек, өзінің іскерлігін көрсету керек деп ойлаймын. Прокуратура мен Атамекен палатасы бірлесіп жұмыс істеген жұмысы бар ма негізі? Негізі әрине, бірінші кезекте енді жаңа Нұрболат Серікұлы айтып кетті. Генеральный прокурор бізде инвест-омбудсман, облыс прокурорымыз инвест-прокурор, және де енді Нұрболат Серікұлы да біздің палатаның алаңындағы кәсіпкерлердің құқығын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қарсы комиссияның мүшесі. Биылдыққа енді 2026 жылы 7 отырыс өтті. 7 отырыста 7 мәселе қаралып, 4-еуі оң шешімін тапты. Бұл әрине бірінші кезекте заңдылықты барлығын түсіндірме жұмыстарын, заңдылықты да қадағалайтын прокуратура ғой мойындау керек. Және сол комиссияның да салмағы сол прокуратура өкілі болғандықтан деп ойлаймын. Ал кәсіпкерлер көбінесе қандай сұрақтармен, прокуратура жөнінде болса, қандай сұрақтармен көбінесе келеді? Енді кәсіпкерлердің келетін мәселелері көп. Мысалы, инфрақұрылымға қосылу мәселесі, әкімшілік кедергілер дейміз. Нұрболат Серікұлы айтты, бақылаушы заңсыз тексерістер мәселесімен де бізге де жүгінеді. Біз енді прокуратурамен бірлесіп жұмыс жасаймыз. Ол жерде прокуратураның рөлін айтып кету керекпіз. Және де жаңа өзіңізде басында айттыңыз ғой енді. Қадағалаушы орган, бұлай халықта шамалы қашқақтайтын деп бұрын. Енді қазіргі де бізде сотта бұлай көп мәселелерде прокуратурамен осы кәсіпкерлердің мәселесі бойынша негізі бір жақтымыз прокуратурада қолдап отырады. Мысалы, бір ұстанымда кеше жақында былтыр ғана бізде 2 іс қаралды. Ауыл шаруашылық және жер қатынастары басқармасының арызы бойынша кәсіпкерлердің қожалықтарының субсидиясын қайтару мәселесі бойынша. Ол жерде 2 азаматтың ісі қаралды. Сол сотта да осы прокуратурамен бірлесіп, прокуратураның қолдауымен 27 шаруа қожалықтың мәселесі оңтайлы шешілді енді шаруа қожалықтарына қарай. Сондай мәселелер көп негізі.
Қазір жастар арасында бір пікір қалыптасқанда, бір кәсіпті ашу үшін Қызылорда қаласында, Қызылорда облысында енді таныс керек, связь керек, ақша керек деген сияқты. Сол пікірмен келісесіз бе? Болмаса атамекеннен қазір, болмаса басқа жобалар бар, қандай қолдау бар? Кәсіп бастайым деп жатқан жастар болса. Қазір бүкіл мемлекеттік қолдаулардың бәрінде сүйемелдеуге дайынбыз біз. Біз енді жаңа үлкен инвест жобаларды прокуратура сүйемелдесе, біз ішкі инвестициялық жобаларды осы атамекен палатасы сүйемелдейтін болды қазір өңірдегі ішкі инвестицияларды. Біз енді барлық құжаттамадан бастап қаржы мәселесімен де көмектесуге дайынбыз әрдайым. Енді жас кәсіпкерлерге айтатын былайша, дәл қазіргі заманда таныстың керек емес. Тек кәсіпке де, жұмысқа тұруға да ондай таныс керек емес. Ол өйткені жұмыс істейтін адамға да кәсіпкерлер мұқтаж. Кәсіпте де қазір жастарды қарап отырсақ, жаңа нишалар өзі шығып жатыр. Даже керек десек, маркетология болсын. Көп кәсіпкерлер жақсы дамып келе жатыр. Ол пікірмен негізі мен де келісем, өйткені әлеуметтік желі арқылы қаншама өсіп жатқан жастар да бар, бизнес бастап келе жатқан, немесе шоу-бизнес алатын болсақ та, мысалға, бұрында клип түсіріп, продюсер жалдап сөйтіп жүрсе, қазір әлеуметтік желі қолында, өлеңді де айтып, басқа танымал болады деп. Жасанды интеллект бар. Сосын тағы бір мәселе, қосып өтейін. Бізде көбінесе әлі жаңағыдай стереотип болып қойғанда, бір нәрсе ашатын болса, өзіңіздің сұрағыңыздан туындап жатыр. Бір нәрсе ашатын, бір кәсіптің түрін ашқысы келсе де, адам таныс керек, байланыс керек деген ол заман қазір жоқ. Өйткені барлығы қазіргі таңда шыны керек мемлекеттік қызмет көрсету арқылы өтеді. Бүкіл нәрсенің барлығы. ИП ашқысы, жеке кәсіпкерлік ашқысы келе ме? Кез келген мәселені ашатын болса, платформа арқылы барлығы да. Оның сондықтан мен ойлаймын, ол стереотиптен арылу керек. Бізде әлі шыны керек ондай нәрсе бар. Тек қана кәсіпті ашу емес, жұмысқа орналасу болса да, басқа да бір нәрсе болатын болса, сөйтіп жүріп алаяқтарға тап болады. Қазіргі уақытта ол заман, біздің құқықтық зайырлы мемлекет еліміз. Қазір көз ашық адамның барлығы, кез келген нәрсенің барлығы қызмет көрсету орталықтар арқылы жүзеге асырылады, барлығы да. Сондықтан мен ойлаймын, біздің елімізде жалпы жастар үшін барлық қолайлы жағдайлар жасалып жатыр. Оның ішінде кәсіпті ашу бойынша, кәсіпті ілгерілету үшін, дамыту үшін де түрлі бағдарламалар бар. Сондықтан ол алдағы уақытта мен ойлаймын, жалпы бұндай стереотиптің толығымен жойылады деп. Енді өзім Қызылорда тұрғыны болғасын, осы соңғы 5 жылда қаламыздың енді дамығанын мен енді өз көзіммен көрдім. Қаншама керемет нысандар салынды, стадион болса да, басқа болса да. Сіздердің ойларыңызша 5 жылдан кейін Қызылордамыз қай деңгейде болады? Өйткені себебі негативный сценарийларда олар да көп та ондай пікірлер. Сол сіздердің біз енді соңғы 5 жылда енді алдыңғы аймақ басшымыз Нұрлыбек Машбекұлы көп еңбек етті. 5 жылда өңіріміз, қаламыз танымастай өзгерілді. Бетіп келетін болсақ, мен бұдан бір жақсы, мына негативный сценарийде дедік, мен позитивті жағынан қарайтын болсам, қазір бізге өсіп келе жатқан жастарға спортпен шұғылдануға, музыка болсын, және барлық білім, инновациялық орталық, бәр жағынан дамуға мүмкіндік жасалды. Менің ойым, сол 5 жылда сол жастарымыз бөлек деңгейге шығады, бөлек өседі. Ол өйткені ол себебін беріледі, бұл жұмыстың нәтижесі болады деп ойлаймын. Соған байланысты енді бірінші кезекте ең үлкен байлық адами капитал. Сол осы салынған 5 жылда адами капиталға қаражат нәтижесін береді. 5 жылда өңіріміз қандай деңгейде болады деген сұрақ, енді жалпы дамыған мемлекеттерде болсын, біздің өңірде болсын, елдің көркеюіне, өңірдің көркеюіне бірінші кезекте үлес қосатын ол кәсіпкерлер. Сондықтан кәсіпкерлікке қолдау көрсетсек, прокуратура болса да, жалпы барлық мемлекеттік орган, жергілікті атқарушы органдар, барлығы кәсіпкерлерге қолдау көрсететін болса, біздің өңіріміз одан да жақсы дамиды. Жаңа
Демеген жақсы айтты. Біздің өңіріміз соңғы 4 жылда тарихи есте қалатын сәттерге толы болды. Ғимараттар барлық әлеуметтік нысандардың барлығы салынды деп ойлаймын. Оның сапасы бір бөлек, оның салыну мерзімдерінің бір бөлек. Енді шын өткен жыл, алдыңғы жылдары өңірге салынған құрылыс нысандарының барлығы әлеуметтік желілерде жүрді. Стадионымыздың өзі қандай, шығармашылық орталығымыз қандай, өзге де басқа да кез келген құрылыс нысанын алатын болсақ, оның сапасы мен оның жасаған мерзімі ол көп өңірлерде жоқ деп ойлаймын. Сондықтан ол жаңа бағанада айтып өттім, инвесторлардың тартудың өзі де, мына нысандардың барлығын салынуының өзі сол кездегі аймақ басшысы Нұрлыбек Машбекұлының үлкен табан еңбегінің нәтижесі деп. Енді осындай қарқынмен біздің өңіріміз одан әрі дамыса, 5 жылда ойлаймын біз үлкен дамыған, қазір де дамыған аймақпыз ғой. Енді алдыңғы қатардағы аймақтардың бірі боламыз деп ойлаймын. Нұрболат Серікұлы, қазір енді кәсіпкерлердің көбісін мазалайтын сұрақ, әрине ол осы жылы болып жатқан, көтеріліп жатқан салық болып келеді. Енді ол өз ойым бойынша ол үлкен, өте күрделі мәселеде, оған бөлек осындай түсірілім жасасақ. Бізде енді сіздер қадағалаушы орган, прокуратура, сіздер демеге бизнес. Енді ортамызға салық өкілдерін, салық налоговый біздің инспекция жағынан адам қосып, тағы бір түсірілім жасасақ, қалай қарайсыздар оған? Ойлаймыз. Жалпы әрине жаңа біз айттық қой, біздің негізгі мақсатымыз бір кәсіпкерлікті қолдау, кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау, олардың мүдделерін қорғау. Сондықтан қолдаймыз кез келген мәселе бойынша. Бұл жаңа өзіңіз де айтып жатсыз ғой, бұл алғашқы біздің подкастымызда. Енді жүйелі түрде біз әрине байланысқа дайынбыз. Кез келген уақытта жаңа әртүрлі кәсіпкерлерде туындаған сұрақтар болатын болса, онда ұсыныс құптаймыз. Жаңағыдай салық мәселесі бола ма, одан кейін де өзіңізде жаңағы әлеуметтік желілер арқылы да өзіңізде сол кәсіптің ортасындағы адамдармен біраз араласасыз ғой, білесіз. Сондықтан кез келген туындаған сұрақтар бойынша енді жүйелі түрдегі мәселелеріне байланысты біз мұндай кездесулерді өткізейік, қолдаймыз. Керемет. Негізі тамаша болады, ол өйткені алдын ала қазір енді салық реформасы енді іске қосылды. Қазір көп сұрақтар туындайды, әлі сол алдын алу, тексеруден алдын алу мақсатында өткізген тамаша болады деп ойлаймын негізі. Бірақ сұрақтарды бір жинақтап, бізде кәсіпкерлер тарапынан сұрақтарды жинақтайық, туындаған мазалап жүрген сұрақтары, шешілмей жатқан сұрақтары мүмкін болса, оны да бір жинақтап отырсақ жақсы болады. Құрметті оқырмандар, егерде жаңа айтып жатыр ғой демекең, сұрақтардың бәрін жинақтайық. Сондай сұрақтарыңыз болатын болса, кәсіпкерлік тұрғыда өздеріңіздің прокуратураға немесе салыққа қоятын сұрақтарыңыз болса, маған жекеме шықсаңыздар болады. Сосын ол сұрақтың барлығы сіздермен кездескенде мен айтатын боламын. Өреке, сізге үлкен рахмет. Осындай алаңда бізді еркін форматта кәсіпкерлерге, инвесторларға қатысты қандай қадағалау жұмыстар жүргізіп жатқан, қандай қолдаулар болып жатқан бізге мүмкіндік беріп жатса, ол кәсіпкерлер назарына жеткізу үшін. Сондықтан біз алдағы уақытта енді осындай әрбір кездесуімізде тереңірек мәселелерді көтеруге дайынбыз. Қазір әлеуметтік желіде көп қой, әртүрлі бағытта жүріп жатыр подкасттар. Мына дәл кәсіпкерлік бағытта ондай жоқ тұғын. Осыны жүйелі түрде жүргізіп, керек кезде кәсіпкерлерді шақырып, олармен де олардың тарихын, көтерілгенін, қалай бастағанын, жастарға пайдасы тиер, кәсіп ашайын деп отқан жастарға пайдасы тиюі де мүмкін. Және де осы кәсіпкерлердің өзі көтеріп жүрген мәселелерін талқылауға жақсы алаң есебінде жүйелі түрде жұмыс жасаса дейміз. Өз тарапымнан мен сіздерге рахмет айтқым келеді. Ділмұхамед аға бізде осы подкастты қолдап, идея прокуратурадан, идея Нұрболат Серікұлының идеясы негізі. Демалыс күніне қарамастан осы жерге келіп, уақыттарыңызды бөліп, келіп осы мәселені талқылағандарыңыз үшін үлкен рахмет айтамын. Негізі бүгін встреча без галстуков қыламыз ба деп ек, Нұреке, бірақ енді сіздерге болмайды екен. Келесі жыл демалыс күнге түссе, онда без галстукқа келеміз. Болды, келістік. Құрметті көрермендер, оқырмандар, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.